қыз-келіншектерге арналған әдемі шашбау жасайтын боламыз. Видеоға мұқият қарап, видеом ұнаған болса, лайк қойып, комментарий қалдырыңыздар. Әрбір цепті мен санап алдым. Себебі барлығының ұзындығы бірдей болу керек. Сол үшін ерінбей санап шығыңыздар. Бантикті байлаудың ең оңай тәсілімен сіздерге бөлісетін боламын. Видеоға мұқият қарап, мен сияқты жасаңыздар.
осындай әдемі шашбауымыз шығады.